Адам өзінің ағзасына жауапкершілікпен қараған жөн. Әсіресе қазіргі кезде кез келген сусын мен тағамның ішінде химикаттар толып жатқан кезінде нағыз таза өнім табу өте қиын. Мысалы, сіз күнделікті дүкенге барып, қарапайым шырын алғанның өзінде оның ішінде неше түрлі қоспалар бар екеніне көзіңіз жетеді. Ал егер сіз таза шырын ішем десеңіз, сізге міндетті түрде шырын сыққыш керек. Былайша айтқанда соковыжималка. Бірақ олардың неше түрлері бар. Олардың арасында қайсысы дұрыс, қайсысы жаман, соны қалай таңдау керек? Бұның бәрі туралы қазір сізге айта кетеміз. Сіздермен Технодомкас, мен Димаш, бастаймыз. Шырын сыққыштардың үш түрі болады. Иірмекті, центр тепкіш және цитрустық. Цитрустық шырын сыққышта жемістердің тізімі шектеулі, бірақ олардың сыртқы қабығын алу керек емес. Центр тепкіш түріне неше түрлі жеміс-жидек пен көкөністердің бәрі сыя береді. Оның көлемі үлкен, сондықтан оған турамай-ақ түгелдей салсаңыз болады. Ол жағы жақсы. Ал кемшілігіне келетін болсақ, оның дыбысы. Таңертең қосатын болсаңыз, үйдің бәрін оятасыз. Оған қоса, шырыннан гөрі оның көбі көп сияқты. Негізі шырынды сығып дайындап болғаннан кейін оны міндетті түрде бірден ішіп алу керек. Өйткені 10 минуттың ішінде ол барлық пайдалы дәрі-дәрмендерді жоғалтады екен. Тек лимонның шырыны 48 сағатқа дейін тоңазытқыштың ішінде оны сақтайды. Ал үшінші түрі иірмекті немесе шнековый центр тепкішке қарағанда баяу жұмыс істейді. Бірақ осының арқасында оның дыбысы да қатты емес. Оған қоса көбігі аз, шыққан шырынды бірден көресіз. Технология әрине ыңғайлы, бірақ кез келген шырын сыққышты қолданғаннан кейін жуу керек. Мысалы, цитрустық шырын сыққышты жуу өте оңай, себебі оның бөлшектері өте аз. Центр тепкішті шырын сыққышты жуу қалғандарына қарағанда қиынырақ. Өйткені оның бөлшектері көп, фильтрдің өзін жуу көп уақыт алады. Осы жағы ыңғайсыз. Ал иірмекті түрде де бөлшектер өте көп, бірақ оларды жуу өте оңай, сондықтан аз уақыт алады. Шырын сыққыштар тек бір функциямен шектелмейді. Оларды тек шырын үшін емес, тағам дайындауға да қолдануға болады. Мысалы, мұздатылған жеміс-жидектен бастап, драниктерге дейін дайындай аласыз. Бірақ бір ескерту, кез келген адамның өзінің бойына, салмағына сай шырын ішудің тәуліктік нормасы болады. Содан көп ішсеңіз, сізге зиян келтіреді. Ал енді үш түрі туралы айттық, бірақ олардың қайсысын таңдау керек? Мысалы, цитрустық үлкен көлемді емес, жай ғана лимонадтар үшін өте жақсы болады. Ал егер сіздің отбасыңыз үлкен болатын болса, немесе бір кәсіп жасайтын болсаңыз, сізге центр тепкіш, шырын сыққыш өте қолайлы болып шығады. Ал енді ең соңғысы иірмекті тек шырын үшін емес, әртүрлі тағам жасауға да қолданатынға өте сай. Сондықтан сіз өзіңіздің керекті заттарыңызға қарап таңдауыңыз керек. Бірақ тағы бір ескерту. Мен айтқандай, тек осы үш түр ғана бола бермейді. Өйткені әр түрінің өзінің тағы модельдеріне сай функциялары өзгереді. Сол функциясына байланысты бағасы да өзгеріп тұрады. Мінекей, жазда келіп қалды, сондықтан біз шырын ішіп, дұрыс тағам жеп, өзіміз денемізді жазға сай етіп дайындайық. Сіздермен болған Технодомкас, мен Димаш, келесі көріскенше.